Алматылық зейнеткер кәмелетке толмаған немересін қорлап келген күдіктілердің жазалануын талап етеді. Ең сорақысы Айжан Әмірсан қызының немеремді қорлады деп айыптап отырған адамдары Қаршадай қыздың жездесі мен нағаш атасы. Ал жәбірленуші тарап енді олар жазадан құтылып кетеме деп қорқады, өйткені тергеу түлкі бұланға салынып кеткен көрінеді. Қыстың күні көмір қораға зорлап, қолын артына байлаған күйі. Айжан Әмірсан қызы қайтыс болған ұлынан қалған немересінің басынан өткен сұмдықты айтып отыр. Айтуынша 2014 жылы немересі киімдер салынған сөмкесімен әжесінің үйіне қашып келген. Денесінде көгерген іздер болған. Бірақ Қаршадай қыздың қорлық көргенін гинекологтың алдына барғанда бірақ білдік дейді. Қыз баланың Қаршадай денесіне жамап алған сан ауруының диагнозын да сонда білген. Бала 3 ай ауырды ғой. Алғаш ете кірі келгенде іші сарсуға толып кетті маткасы. Киста яичник, эндометриоз, загиб матка, 4 бірдей диагноз, қаны 87. Келініме хабарласам, өз қызының өтірік айтатынын айтып, бұл сұмдықты жоққа шығарды дейді. Бірақ кейіннен немересі өзіне нағашы атасының да қол жырткенін айтқан. Қызымның әлі жетіліп үлгермеген төсіне қолын салып тиісіп жүрген естігенде есімнен танып қала жаздадым дейді Айжан Әмірсан қызы. Атасы мазақ қылған ғой немеремді. Кухняға кірме, тамақ ішпейсің, онда деп. 3 күн жыладым, 3 күн осы келердің алдында. Өлімнен ұят күшті ғой деп ойландым, бірақ ұятты белге будым. Қажетті сараптамалық тексерулердің бәрінен өттік, бірақ қылмыс болған күннен бері біршама уақыт өткендіктен кінәлілерді жазаға тарта алмай жүрміз дейді. 9 ай Түрксіб ропында, 7 ай ішкі істер департаментінде бола отырады, нақты тергеу жүрді деп айта алмаймын. Ішкі істер министрінің өз бақылауына алып, осы кәмелет жасқа толмаған қыздың болашағы үшін әділеттікті орнатуын талап етеміз. Алматы қалалық ішкі істер департаментінің тергеу басқармасының өндірісінде. Енді 2 сараптаманың арасында 3 ай бар. Қайткенде де бұл 2 сараптаманың нәтижелері есепке алына отырып, тиісті процессуалдық шешім қабылданатын болады. Сондай-ақ жәбірленуші қыздың әжесі күдіктінің бұған дейін де дәл осындай фактімен істі болғанын айтады, бірақ оған әзірге дәлелі жоқ. Айта кету керек, дәл осы қылмысты қыз қазір ішкі істер министрінде жеке бақылауында. Астанаға арнайы барған жәбірленуші тараптың қорғаушысы министрді осы іспен таныстырыпты. Сондықтан жәбірленуші тараптың ендігі соңғы үміті министрде. Ирина Светчан, Заринат Абулхаиров, Информ бюросы бірінші арна, Алматыдан.